Сәлеметсіңдер ме балалар? 2-ші сыныптың әдебиеттік оқу пәні. 71-ші сабақ, сабақтың тақырыбы жұмбақ айтып берейін. Бүгінгі сабақта сендер жұмбақ туралы түсінік аласыңдар. Бірінші тапсырма. Суреттің көмегімен жұмбақтың 2-ші бөлігін тап. Өмірі шықпай үйден бір, өз үйін өзі сүйреп жүр. Дұрыс айтасыңдар, тасбақа. Үй үстінде ұсақ тас. Түнгі аспан, ай, жұлдыздар. Қыста суық аяздан 5 саусақты қорғайды. Әрине қолғап. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыз жұмбақ жайында болмақ. Жұмбақ айта білеміз. Жұмбақ бір зат немесе құбылыстың тұспалдап сипатталуы. Жұмбақ ұйқас сөздермен айтылады. Мысалы, бойын жерге жасырған, бұрымы бар жасылдан. Бұл не болды екен? Әрине, сәбіз. 2-ші тапсырма. Үйде бір-біріңе жұмбақ жасырасыңдар ма? Әрине, жұмбақты үйде жасырамыз. Метаграмма сөз ішіндегі бір әріпті басқа әріппен ауыстыру арқылы жаңа сөз жасау. Олай болса, 3-ші тапсырманы орындайық. Оқып жаңа сөзді тап. Бұдан егер бастасаң, адам болам малы көп. Бұны сызып тастасаң, ойлы көктің сәні деп. Бай, бұны сызып тастасақ, ай. Бұдан егер бастасаң, туысыңмын ардақты. Бұны сызып тастасаң, бола қалам салмақты. Мұзафар Әлімбай. Туысыңмын деп отырған бұл бауыр. Бұны сызып тастасақ, ауыр. Бұндай жұмбақты метаграмма деп атаймыз. 4-ші тапсырма. Дәптерге өзің білетін бір жұмбақты жаз. Қабат-қабат қаттама, ақылың болса аттама. Жұмбақтың шешуі не? Әрине, кітап. Қорытындыла. Жұмбақты шешу оңай ма? Жұмбақ шешу үшін не істеу керек? Әрине, ойлану керек. Олай болса, балалар, үйден жұмбақ жаттап, жұмбақ айтысына дайындалып келесіңдер. Жұмбақ айтысы деп отырғанымызды мына видеодан көре аласыңдар. Ақындардың тек ақындық талантымен ғана емес, ақыл оймен танылар тұсы осы жұмбақ айтыста. Ұшқыр қиялға негізделген жұмбақ айтыс өнердің ерекше түрі. Сапарғали мен Нұржан айтысында айтыс жұмбақпен басталып, жұмбақпен аяқталады. Сапарғали: Нұржаным, білдірейін сізге тағы, құс көрдім өзі жансыз бір аяқты. Теңізде салған жолы сайрап жатыр, баппенен ойлап тапсаң мұны тағы. Нұржан: Сапеке, айтқаныңды қазір табам, жансыз құс бір аяқты, мұның қалам. Теңіз мысал ғой, жолың жазу, жұмбағың осыменен болсын тәмәм. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.